Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен пеште пісетін котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен нанымызға сүтімізді құйып жібітіп қоямыз. Ол дайын боламын дегенше фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды, үккіштен өткізілген картоплымызды, одан кейін сарымсағымызды, яғни чеснокты, және сүтте жібіген нанымызды, одан кейін дәмін көре отырып тұз, бұрышымызды қосып, соңында бір түйір жұмыртқаны қосамыз да жақсылап араластырамыз. Яғни құрамындағы қосылған қоспалардың бәрі бір-біріне сіңу қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай фаршымызды алып, ыдысымызға бірнеше мәрте соғып шығамыз. Одан кейін қолымызды таза суға жуып, яғни сулай отырып, осылай котлеттің формасына келтіріп, табаға арасын кішкене алшақ орналастырамыз. Одан кейін 180 градуста алдын ала қызған пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пеште пісіп шыққан котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады және жасалу жолда өте қарапайым, яғни үйдегі бар заттардан жасалады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Яғни бұл котлеттерді кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар өте тойымды болады, әрі дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.